Баршаға сәлем, мен сіздерге осы видеода қайнатпа сорпа жасауды көрсететін боламын. Тек қана жасап қана қоймай, қандай етпен жасау керек, қандай етпен жасауға кеңес бермейтінін де айта отыратын боламын. Сорпаны қалай мөлдіретіп жасауға болатынын да айтатын боламын, қыздар. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнама әлі де жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар, қыздар. Қайнатпа сорпаны қыздар тек қана жылқының етінен жасайтын болсаңыздар, сорпаларыңыз қап-қара болып қалады. Егер де жылқының етін қатты жақсы көретін болсаңыздар, сіздерге кеңес берер едім, кішкене майлылау жерінен қойдың етін, төсін немесе жілігін қосып жіберіңіздер. Сол кезде әдемі болып шығады. Мен тек қана қойдың төс еті және де қабырғалы жерінен жасап жатырмын, қыздар. Сол етті жақсылап бір қайнатып алғаннан кейін суда үстінен көпіршігін алатын боламыз. Жылқының етімен жасап жатқан болсаңыздар, көпіршігін 2-3 мәрте алыңыздар. Мен қойдың етінен жасағандықтан 1 мәрте алдым. Бір қайнап астын жай қойғаннан кейін үстіне пияз, помидор және болгарский бұрышын қосамын. Егер көпшілікке қонаққа жасап жатқан болсаңыздар, барлығын үлкен-үлкен дәу-дәу қылып тураңыздар, кейін алып тастауға ыңғайлы етіп, қыздар. Енді бұның үстіне сәбіз салатын боламын. Сәбізді үлкендеу етіп тураңыздар, өйткені ет піскенше бірге пісу керек, езіліп кетпеу керек. Осыны 20-30 минут қайнатқаннан кейін барып картопты салып, тағы да 30 минут қайнатамыз. Барлығы 2 сағаттан көп қайнау керек сорпа. Сол кезде керемет дәмді болып шығады. Егер де мен сияқты майда етіп тураған болсаңыздар, міндетті түрде құятын кезде сорпаны ситадан өткізіп алыңыздар. Сол кезде сорпаларыңыз мөлдір, ешқандай пияз ештеме жоқ болып, әдемі болып шығады. Төбесінде укроппен ұсындым мен. Сіздер ыстық нанмен укроппен қосып берсеңіздер, сорпаларыңыз керемет болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, арнама жазылып алыңыздар.